Сәлем достар, оразаның 9-шы күнінде өте дәмді паста дайындаймыз. Саңырауқұлақты лақты жумай, сыртын осылай оп-оңай пышақтың көмегімен ашып аламыз. Сонан соң өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөліп шығамыз. Жақсылап жуылған тауық етін ұзынша етіп турап шығамыз. Бір бас пиязды да турап аламыз. Қызып тұрған майға тауық етін салып қызарғанша қуырамыз. Пияз саламыз, дәміне қарап тұз, қара бұрыш себеміз. Тауық етін майдан сүзіп аламыз. Қалған майды қыздырып, саңырауқұлақ салып, жақсылап қуырып, тұз сеуіп, тауық етін салып, жақсылап араластырып, үстіне 3-4 ас қасық қаймақ салып, аздап судан құямыз. Қайнаған соң бетін жауып, баяу отта 15-20 минут бұқтырамыз. Қайнап тұрған суға тұз салып, қамырымызды салып, дайын болғанша пісіріп аламыз. Дайын қамырды сүзіп алып, салқын сумен шаямыз. Қамырды салып, жақсылап араластырамыз. Ірімшікті үккіштен өткізіп салып, тағы да бір рет араластырамыз. Паста дайын, ас болсын.